Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде жаңа қала 3-ші бөлім. Және де бұл бізде соңғы сериясы. Сіздерге бұл сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпайық. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Таң атады. Қайырлы таң. Мен колледжге кешіп қалған жоқпын ба? Айтпақшы, бүгін демалыс емес пе? Жарайды, бүгін мен түрлі жерлерге қыдырамын. Ең алдымен мен тісімді жуып аламын. Бүгін көп жерлерге қыдырамын. Бүгін менің демалыс күнім болады. Тісімді жуып болдым. Енді мынауымды істеп жіберейін. Болдым. Енді болдым. Ойбай, қасқа не болып кетті. Жарайды, ендеше мен кеттім. Кім звондап жатыр екен? Алло, қалайсыздар, апа, әже? Қалайсың? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз. Қалай болып жатыр? Жақсы болып жатыр. Менің күндерім өте ерекше болып өтіліп жатыр. Маған қатты ұнап жатыр. Қала деген өте күшті екен. Сені айтады ғой мама папаң ауылға сол қызды алып кетсеңіздер деп. Не? Жоқ, мен Алматыда өмір сүре беремін. Маған ешқандай қиындық болып жатқан жоқ. Жоқ, сені алып кетеміз. Қазір такси жіберемін. Такси бар ма ояқта? Я, такси бар. Бірақ мен Алматыда өмір сүре беремін. Жоқ, болмайды олай. Сені жалғыз қалдырған емес? Болды, бізбен бірге тұрасың. Енді мен қалай Алматыны тастап кетемін? Алматыны жақсы көремін. Бұл қала өте ерекше ғой. Неге? Мен өзім өмір сүре аламын ғой. Кішкентай қыз емеспін. Колледжде оқимын. Енді қалай кетемін? Мен ауылға барғым келмейді. Кім екен жылап жатқан? Не болды? Мерей? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Айтсаңшы, мен біліп тұрмын ғой сен жылап жатқаныңды. Айта бер, қысылма. Мен Алматыдан кетейін деп жатырмын. Ата-әжем солай айтып жатыр. Не, қалайша? Неге кетейін деп жатсың? Той, екеуміз бірге көп жерлерге қыдырамыз десем. Енді ата-әжем солай қабылдапты. Сен әлі кішкентай қызсың, өмір сүре алмайсың дейді. Сен өмір сүре аласың ғой? Енді мен бүгін кешке, яғни Алматыдан кетемін. Онда біз қыдырып алайық. Алматының көп жерлері бар ғой қыдыратын. Үлгереміз. Менде ақша бар. Шынымен бе? Я, шынымен. Кеттік ендеше. Кеттік. Мери, бұл саған, яғни мейрамхана өте, қымбат мейрамхана. Бұл менің әкемнің мейрамханасы, және де бұл жерде гитара бар. Тақ өлең айта аласың. Күшті ғой? Вау, күшті екен. Мен өлең айтайыншы. Жарайды, ендеше тамағыңды ішіп ал. Менің қарным тойып тұр. Жарайды. Пирогтың дәмін көрейінші. Дәмді ғой. Өте күшті екен. Мынау да дәмді екен ғой. Маған қатты ұнады бұл мейрамхана. Бұл енді мейрамхананың естен шығарма. Әлі біз көп жерлерге барамыз. Жарайды. Ендеше жүр, мен саған ән айтатын жерді көрсетейін. Кеттік. Жарайды. Вау, күшті ғой, маған қатты ұнады бұл мейрамхана. Мынақта вообще гитара да бар. Күшті ғой? Күшті ғой. Кел ендеше өлең айтсайшы. Қандай өлең айтайын? Просто қысылып тұрмын ше.
қысылма. Енді бұл қорқынышты аттракцион ғой, білесің ғой өзің. Мен бірінші рет мініп отырмын. Жоқ, мен екінші рет міндім. Бірақ мынандайды көрмеппін, басқасына мінгенмін. Вообще ғой қорқынышты. Мынадан енді вообще қорқуым мүмкін. Давайте. Ай, қорқып жатырмын. Ай, төбе. Ё-майо. Жаман қорқынышты ғой. Бізді фотоға түсіріп алды ма? Я, енді фотоға түсіреді ғой, сатып алсаң да болады. Керек емес фото. Жарайды, өзің біл. Кеттік ендеше басқа жерге. Саламатсыздар ма? Аха, отырып алыңыздар ма? Ендеше мен қаттысын қосайын ба, или жайысын қосайын ба? Қатты керек емес енді. Жарайды. Фото аласыздар ма? Фотоға түсірдім бе? Ура, күшті ғой мына ер. Вау, маған қатты ұнап жатыр. Вау, супер-пупер ғой мына жер. Болды, тоқтатып салыңыз. Жарайды. Маған қатты ұнады. Маған да ғой. Жарайды, уже кеш деп атты ғой. Бүгінгі күнім өте қызықты болды. Бірақ енді сен мен қоштасамын. Енді Алматыға келетін шығармын. Мен де сені сағынамын, күтемін. Алматыға келіп тұруды ұмытпа, мен де ауылға барып тұрамын. Жарайды, ендеше сау бол. Мен сені қатты жақсы көремін. Пока. Достар, осымен бізде сериал аяқталады. Бұл, яғни жаңа қаланың соңғы сериясы. Енді сіздерге бұл сериал қаттырақ ұнады деп ойлаймын. Ұнаса менің еңбегімді бағалауды ұмытпайық. Ал ендеше сау болыңыздар, бізде скоро, яғни жаңа сериал шығатын болады. Всем пока, сау болыңыздар.